Намаз дейді, адам менен Алланың арасында байланысты күшейтетін, соның арасын көрсететін дүние дейді. Біліңіз дейді, намазсыз да мүмкін адам жәннатқа кіреді. Мүмкін намазсыз да адам Алла қабылдайды ол кісіні. Бірақ бір нәрсе бар. Кім ла иляха илlallah айтты, ол Алла менен сөз байласып қойды да жәннатқа кірем деген сөзі ғой уже. Сіз Құдайға сендім дедіңіз, сіз жәннатқа кіресіз. Еш уайымдамаңыз. Бірақ бір нәрсе бар. Намаз оқыған адам көп азаптан құтылатын. Алла тағаланың назары көп тез ауатын. Қияметте сауал жауабы жеңіл болып, жәннатқа кіруі жеңіл болатын адам. Қандай күнәһар болса да, қандай жаман адам болса да, намазы бар ма, ол адам жаман адам емес, түбі. Намаз оқитын адам ол жаман қылық қылса да, түбі жақсы адам ол. Сондықтан намаз сізді жәннатқа кіруіңізге тез себепкер болатын. Алла тағаламен сіздің араңызда байланысты көрсететін дүние. Сондықтан, құрметті бауырлар, намазды не үшін оқимыз? Ақырет үшін емес, молда үшін емес, бір атақ үшін емес, немесе күнәсін тазалау үшін емес. Бұның барлығы хикметтер, бұның барлығы керек дүниелер. Бірақ намазды біз Алла менен байланысымыз үшін оқимыз. Сіз және Құдай, осы екі дүние, осы екі зат қана бар сізде. Алла және сіз. Намазыңыздың арасында басқа еш нәрсе болмау керек.